не істеп жатсың? Қамшы жасап attым саған. Мынау қамшы, кел отыр қасыма. Басты неге? Қамшы деген мынау жылқыға шапқанда, жылқымен атпен мал жайғанда сол қамшы соған керек, сол атпен шабады. Мынау деген көрсетейін, қатты қалың қайың ағашта жасалады, сабы. Мынау алақаң деп айтады, мынау бүлдіргісі дейді, мынау ұстап нәрсетін, мынау сабасы дейді, мен өріп көрсетейін саған. Бұны бұл ата-бабаларымыз деген үйде жоғары төрге іліп қояды. Біздің қамшының көп түрі болады. Мынау 4 өрім, мынау 6 өрімнен жасалған, 8 өрімдік, 10-12 өрімдік болып істейді. Бұны 8 өрімдің терісінен тептіріп, илеп содан жасайды. Мен саған 6 өрімдік жасап беріп жатырмын. Саған осы қамшыны беремін. Мынау деген балам менікі, атаңдікі. Ертең үлкен болып сен өскенде осындай қылып, мықты қылып жасап беремін. Атадан қалған мұра қамшы, мынау атаңдікі. Атадан балаға деген қамшы осы. Үлкен болып өскенде беремін осындай қылып.